Сәлем достар, бәрімізге кейде түсініксіз бірақ қызық ойлар келеді. Содан кейін басталады. Википедия, интернет іздеп әлгі ой маза бермей жауабын таппайынша қиналып кетеміз. Бүгін біз топ қазақ арнасы, бүгін сондай сұрақтарға жауап беріп, сіздің уақытыңызды үнемдеуге тырысамыз. Ендеше видеомызды бастаймыз. Бірінші, Атлант пен Тынық мұхитының суы неге қосылмайды? Мектеп кезінде география сабағына қатыспағандар үшін айтарымыз. Бұның себебі екі мұхиттың тұздылығы мен тығыздығы екі түрлі. Мұхиттардың кездесетін сызығы тіпті дронның түсірілімімен ақ байқауға болады. Екінші, iPhone-дағы лидар. Apple компаниясының жаңа товарларының презентациясы сияқты жаңалықтардың шуын туғызатын заттары кемде-кем. Көпшілікке екі топқа бөлінеді. Біреулері Тим Куктың командасының жаңа ашуларына таңғалып мақтап жатса, ал біреулері гаджеттің қымбаттылығы мен керексіз функцияларын айтып шағымданады. Не десе де, iPhone-ның жаңа нұсқаларында шынымен де жаңа ашулар бар. Солардың бірі лидар атты сканер. Сканер лидар көліктерде автопилоттарда көмектеседі. Сондай-ақ лидар көліктерде автопилотты да қолданылады. Бұл пилотсыз көліктердің көзі міндетін атқарады. Бұл сонда не болды? 3D моделін генерация жасайтын импульсті лазер. Бұны көп жерде қолдануға болады. Мысалы, ойындарға шынайылық қосуға, сондай-ақ тұрақты бір жердің немесе заттың 3 бөлікті проектісін жасап, сондай-ақ экранда баптауға мүмкіндік береді. Айтпақша, сканер фотондардың деңгейінде жұмыс істейді. Сол себепті нашар жарықта оған кедергі емес. Біз болашақты күтіп жүргенде болашақ баяғыда басталып кеткен. Үшінші, мияулайтын иттер. Итке ұқсайтын дрессировкаға көнетін мысықтар болады, ал мысықтарға ұқсайтын иттер болады ма? Әрине, тіпті иттердің мысықтардікі сияқты дыбыс шығарылатын тұқымдары болады екен. Бұл тұқым бассенджи деп аталады, африкалық үрмейтін ит деп те аталады. Бұл иттер ұяң немесе сөйлегенді ұнатпайтын болғандықтан үрмейді емес. Мәселенің бәрі бұл иттердің тамағының ерекшелігіне байланысты. Тамағындағы сол себепті иттер үруге жеткілікті түрде толқындарға діріл жетпейді. Ал кейбір зерттеушілер бұл иттер көп өздеріне назар аудармас үшін адамдар арасында осындай ерекшеліктерді дамытқан дейді. Сол себепті бассенджи үрудің орнына сырылдап, қыңсылап, тіпті мысық сияқты мияулап отырады. Төртінші факт. Өлшем бірлігі. Бәрімізге белгілі шығар, көптеген көлік құралдарының қозғалтқыштарындағы ат күші деген өлшем бірлік қолданылады. Логикалық түрде ондай өлшемнің бір тарту күші бір жылқыға тең болып саналады. Бірақ шынайы өмірде қарапайым жылқының максималды тарту күші 15 ат күшіне жетеді. Ал егер адам белсенді спортпен айналысқан күннің өзінде бір ат күшіне жете алады. Ал шотландық өнертапқыш Джеймс Уайт өзінің бірінші бу машинасына ат күші деген терминді кіргізу себебі ат күші деген сөз жақсырақ естіледі. Енді бұғы күші деген сөз ол кезде көп адамдардың назарын аудартпайтын еді. Мәселенің бәрі маркетингте. Қожайынға аллергия. Егер сіздің питомцыңыз аяқ астынан өзінен өзі түшкіріп, қышынып бастаса, бірден тұмауға жабылудың қажеті жоқ. Бұл одан да қорқынышты бірдеңенің болуы мүмкін. Нақтырақ айтсақ, ол сізге аллергия болуы мүмкін. Бірақ бұл сіздің ерекшелігіңіз емес, ол көп затқа байланысты. Адамның басындағы қайызғақ және де тағы да басқа аллергендерге қатысты болуы мүмкін. Дегенмен де жануарларда бұндай аллергияның кездесуі жеткілікті түрде аз болады. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып бізді қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған топ қазақ арнасы. Бізбен бірге топта болыңыздар. Сау болыңыздар.